Mana hazır жалғыз ғана жұмаға келіп жүрген бауырларымыз бар ғой, оларға мен қатты айтпай қояйын, алдында айтқамын. Өзіңді өзің алдама бірақ. Кімді алдаватсың? Кімді алдаватсың? Бұл христиандардың әдеттері. Күнәнің барлығын істеп келеді, аптасына бір рет шіркеуге барып, шоқынып қояды, оның күнәсінің барлығын поп алады, сонымен жол. Жоқ, бұл адасқандардың ақидасы бұл. Қылар жұмысыңды қылып бол, жұма күні жақсылап бір жұма оқып кетсем бол деген деп ойлап қалмау керек. Қойман асана 5 уақыт намаз. 5 уақыт намаз өз уақытында оқылуы керек. Қазақ бекерге айтпайды, бейнамаздан кейін намаз жаман деп бекер айтпайды. Бейнамаздан кейін намаз жаман. Кейбір жұмысқа тұрған азаматтарымыз айтады, бізге намаз оқытпайды, сон намазымызды үйге бар бәрін жиып алып оқысақ болады ма? Болмайды. Одан көрі сені сол намазыңнан қайтаратын жұмыстан шығып кете сал. Себебі ризықты Аллах береді. Ризыққа Алла ғана қарыз. Ризықты ешқайсымыз қолымызбен таба алмаймыз, ақылымызбен таба алмаймыз. Ол ризықты Алла субхана тағала біз ананың қарнында жатқан уақытымызда кіндіктен беріп қойған ризық. Ол ризыққа Алланың өзі қарыздар.